Сәлем сұлу қыздар, сіздермен бүгін үй жағдайында бетімізді тазартатын, жылтырататын және күн сәулесінен түскен жұқа дақтарды кетіретін маска дайындайтын боламыз. Бұл масканы міндетті түрде дайындап жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге лимонның суы керек болады, 1 шай қасық. Осылай сығып аламыз. 1 шай қасық лимонның суы және 1 шай қасық бізге табиғи бал керек болады. Осы екеуін біркелкі араластырамыз. Лимон білесіздер, бетті өте жақсы тазартады. Ал бал болса түрлі косметикаларда кеңінен қолданылады. Екеуін біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бізде араласты. Келесі бізде дәл солай 1 шай қасық ұн салатын боламыз. Кәдімгі үйде қолданылатын ұн. Кез келген үйден табылады бұл заттар. Осы үшеуін біркелкі араластырамыз. Егер де сіздерде кішкене сұйықтау болса, тағы да кішкене ұн салсаңыздар болады. Өйткені біз бетімізге жаққанда ағып кетпеу керек. Өте керемет маска. Беттерің сондай 2-3 рет қолданғаннан кейін жылтырап, әдемі болып шыға келеді. Міне біркелкі біздің маскамыз араласты. Енді осыны күн сәулесінен қорғаймыз міндетті түрде. Кешқұрын жағамыз. Кешқұрын бетіміз тазартылған күйде, жуылған, тазартылған бетке жағамыз біркелкі. Жаққаннан кейін 20 минут бетімізде ұстаймыз. 20 минуттан кейін жылы сумен жуып тастаймыз. Одан кейін кез келген өздеріңіздің кремдеріңізді пайдалана берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.